Жеңіс күні алыстағы от болып, көрінчеле араң жанған жоқ болып. Өртті шаңды кечіп шабуыл салғанбыз, жеңіс күнін жақындатып алғанбыз. Бұл жеңіс күн майрам даржыттанған. Соғыш СССРге Германияның қол салысымен башталған. Қырғызстандар бұл соғышқа 360 мыңнан ашуын адам аттанған. Анын арасында мыңға чукул аял болған. Анам, қантып өз өміріңді өзің дейдім. Трудную любви, этот день мы приближали как могли, этот день победы. Құттықтау үшін сөз Ош шаарынын мэри Жетигенов Бакытбек Жеңишбековичке берилет. Бүгін тынчтык үчүн күрөшкөн аталарыбыздын эрдигин эскерип, оорук эмгекчилерден сый көрсөтүп, ардагерлерибизге таазим эте турган күн. Мындан 79 жыл мурун жеңиш туусу желбиреп, тарых барактарына алтын тамгалар менен жазылып калган. Улуу жеңиш согуш майданындагы аталарыбыздын кайрымдуулугу, күчүнгөндүгү эрдиги менен орноду. Ал эми эмгек фронтунда каармандык менен иштеген элибиз душманды талкалоого жана жеңишке жетүүгө баа жеткисе салынмаштуу. Согуш далаларында биздин өлкөдөн 360 миңдей жердешибиз согушка катышса, алардын 14.621 Ош шаарынан аттанган. Бейбит турмуш, эркин жашоо, жаркын келечек үчүн кан төккөн ата-бабаларыбыздын эрдигин эч качан унутпайлы. Ömrümün nuru canım, değiş bu akılda çiziyorum.